Тартыстағы баға деңгейі дегеніміз не ол? Тартыстағы баға деңгейінің, яғни орыс тілінде уровень деп айтамыз. Баға деңгейінің ізі ірі тұлғалар арқылы қалдырылады. Демек, оларды лимитті сатып алушылар немесе сатушылар деп айтамыз. Ол ірі тұлғалар болуы мүмкін, ірі инвесторлар, фондтар, үлкен банктер, тағы да басқалар. Фондтар дегеніміз хедж фондтар болады, немесе жаңағы пенсионный фондтар болады. Біздің еліміздегі пенсионный фондтар да осының қор биржаларында біздің ақшаларымызды саудаға түсіріп, айналдыру арқылы табыс табады. Кәсіпқой және тәжірибелі трейдерлер сол ірі тұлғалардың баға деңгейінен сауда жасайды. Акцияны сатып алады немесе сатады. Баға деңгейі дегеніміз уровень, белгі бір баға деңгейінен. Біз сол ірі тұлғалармен бірге жүру керекпіз. Трейдерлер көбінесе, сауда барысында табысқа жету үшін. Тартыстағы баға деңгейін қалай анықтаймыз? Акцияның бағасы екі немесе одан көп мәрте бір бағада із қалдырса, сол бағадан деңгей сызылады. Мінекей мынандай деңгей сызылады. Деңгей сызығы көрсетіліп тұр. Бұл деңгей сызықтары high, low, open немесе close бағаларының сызылады. Термин сөздерді осының алдыңғы сабақтар бойынша айтылып кеткен болатын. High, low, open, close деген. Мысал ретінде қарайтын болсақ, баға деңгейі, екі сызық тұр, баға деңгейі. Мынау бізде алдыңғы сабақта айтқанымыздай канал құрылды қазір. Белгілі бір коридор құрылып жатыр. Бұл жерде хайымыз екі бар. Екі бардың жоғарғы бағасы бірдей бағада тоқталған. Демек, бұл жерден бізден деңгей сызылады, баға деңгейі сызылады, уровень сызылады. Мына жерде low бағасында да, low дегеніміз төменгі бағада. Бұл жерден де баға деңгейі сызылып тұр. Трейдерлер осы баға деңгейінен сауда жасайды. Мысалға, бұл баға, акцияның бағасы мына жақтан жоғарыдан келуі мүмкін. Тренд бойынша даунтренд болады. Яғни бұл жерде мына қазіргі моментке байланысты бұл жерде біз ары қарай осы даунтрендтің жалғасуы мүмкін деген жорамалмен біз осы жерден шорт, яғни бізде жоқ акцияны сату арқылы біз табыс табады екенбіз. Шорт позициясы бойынша да алдыңғы сабақтарда айтылған бағаның түсу кезінде табыс табу. Бағаның түсу кезіндегі табыс табу. Біз осы баға деңгейін бұзып өтуді күтеді екенбіз. Дәл осы моментте. Бұл немесе бұл баға қазір келіп, енді мынандай сызып көрсете берейін. Мына жерде тұру мүмкін қазіргі моментте. Бұл баға қазір жоғарыдан келу мүмкін. Енді рынокқа байланысты, жаңағы акцияның жүріп өткен бағасына байланысты. Қандай трендпен келе жатыр ол? Мысалы, мынау аптрендпен, өсу бағасымен келе жатыр. Демек, мынау баға деңгейін бұзып өтсе, ары қарай өсу мүмкін деген жорамалмен біз осы жерден сатып алу, лонг позициясын біз ашады екенбіз. Мінекей осындай деңгейден сауда жасау дегеніміз осыдан шығады. Графикте әртүрлі деңгейлер сызылуы мүмкін. Мысалға, мына жерде қарап отырсаңыздар, мынау хайдан сызылған. Хайда. Мына жерде лоудан сызылған. Мысалға, $10 дейтін болсақ, акцияның бағасы. $10 деген бағаға екі рет бізде қайтып келген. Демек, бізде мына акция бұл жоғарыдан, төменнен жоғары қарай келу мүмкін. Біз күтеміз. Мына жерде ретест жасап, ары қарай уже бағаның жоғары кетуіне байланысты жорамалымыз арқылы осы баға деңгейінен біз
мына сатып алып осы жерден сауда жасаймыз деген сөз, иә. Мінекей баға деңгейі дегеніміз осы. Әртүрлі моменттер болады, ол жаңағы акцияның жүруіне байланысты. Ескерту, айтып кететін ескерту, баға деңгейлері күндік, апталық, айлық таймфреймдері арқылы сызылады. Day, week, month деген, үлкен жоғарғы таймфреймдерден сызылады. Таймфрейм бойынша да алдыңғы сабақтарда айтылып кеткен болады. Мінекей деңгей, баға деңгейі дегеніміз мінекей осылай пайда болады.